Қайырлы кеш, қымбатты менің ютубтағы оқырмандарым. Жағдайларыңыз қалай? Сіздермен бірге мен дәрігер Гүлжауһар Маратбекқызы. Бүгін сіздермен Forever компаниясының интернет-магазинымен таныс боламыз. Осы интернет-магазин арқылы сіздер өздеріңізге қажетті витаминдерді қалай заказ беруге болады, қалай қолдану керек, қай витамин не үшін ішілетінін білетін боласыздар. Жалпы бұл витаминдерді мен өзім 2018 жылы өзімнің бірінші қызымды босанғаннан бері қолданып келемін. Ол кезде мен студент едім, интернатурада жүрген. Қызымды босанғаннан кейін 10 күннен кейін сабаққа шығу керек болды. Немесе академ аласың, или сабаққа шығасың. Менде екі выбор болды. Мен академ алғым келген жоқ, мама қарайтын болды балаға. Сондықтан да 10 күннен кейін сабаққа босанған әйел ретінде шығу үшін организмге маған восстановление керек болды. Восстановление үшін әрине күш беретін витаминдер іздедім, барлығын зерттедім, қарадым. Сөйтіп осы Forever компаниясының витаминдерін қабылдап іштім. Сөйтіп Forever компаниясының витаминдерін ішіп босанғаннан кейін тезірек өз-өзіме келуге жақсы әсер берді. Кейін құрамын жақсылап зерттеп, балаларға және үйдегілерге, мамаларға осы витаминдерден алып беретін болдық. 2020 жылы әлемге әйгілі карантин жарияланды, ковид келді. Көп адамдар өздерінің иммунитетін көтеретін әртүрлі витаминдерді, дәрі-дәрмекті іздеп кетті. Осы кезде мен өзім білетін Forever компаниясының витаминдерін өз таныстарыма ұсына бастадым. Өйткені бұған дейін өзімде көптеген жақсы нәтижелер болғаннан кейін оларға да витаминдердің көмегі тисе екен деген менде ниет болды. Сол уақыттан бастап тек қана мен адамдарға көмектесемін деген ниетімнен мен үшін бұл Forever компаниясының кішігірім қосымша табыс көзі ашылды. Сөйтіп сол уақыттан бастап менің бизнес баспалдақтарым басталды десем болады. Сондықтан да егер де сіз өте жақсы витамин іздеп жүрсеңіз, онда осы витаминдерді қабылдап көрсеңіз болады, және әрине сіз үшін де бизнестің жаңа беттері ашылады. Қабылдап көрсеңіз болады. Результатын көргеннен кейін сіз де уже мынау интернет-магазин арқылы өз бизнесіңізді жүргізе аласыз. Енді бұл не үшін сізге осы Forever'дың витаминдері арқылы бизнес бастасаңыз болады деп айтам. Себебі бұл ең бірінші сіз үшін отбасыңызға қосымша доход көзі болады. Мысалы карантиннің уақытында мен үшін қосымша доход көзі болды. Себебі ол кезде барлық жұмыстар тоқтады. Сондықтан да қосымша табыс керек болды. И осы адамдарға витаминдерді предлагать ету арқылы маған қосымша табыс түсіп отты. Екіншіден, ол басқа адамдарға қаржылық қысымнан құтқарылуына көмектесе аласыз, және өз-өзіңізге бастық бола аласыз, басқа адамдарға жалпы көмек көрсетесіз, денсаулығын жақсартуға, қосымша табыс табуға, және де өзіндік өмірлік стиль қалыптасады. Жалпы біздің планетамызда екі түрлі бизнес түрі бар екен. Традиционный бизнес и сетевой бизнес. Традиционный бизнес деп отырғанымыз, мысалы үшін Colgate алатын болсақ, оның белгілі бір производителі болады, және оны оптовый бағамен, мысалы Colgate мына жерде 300 теңгеден шығарылса, өндіруші компаниядан оптовый бағамен біреу алып кетеді көп қылып, сосын розничный бағамен сатады. Ортада телевизорден реклама жасалынады, доставка жасалынады, сонымен бізге потребительге жетем дегенше үстіне 60% баға қосып келеді екен. Ал сонда біз мысалы мына жерде потребитель ретінде Colgate'ті где-то 1200-1500 теңгеден аламыз, Ал сетевой бизнесті алатын болсақ, ерекшелігі сіз компанияға тіркелесіз, тікелей өндіруші компаниядан өз бағасымен ала аласыз. Ал ортада мынандай, егер де басқаларға өзіңіз қолданып реклама жасап, мысалы үшін нәтижесін айтатын болсаңыз, компания сіз ол үшін сізге бонус беріп, қосымша табыс пайда болады сізде. Енді неліктен бұл именно қазір өте көп сетевой компаниялар бар, Соның ішінде неліктен бұл керемет бизнес деп айтады десеңіз, себебі ол өте аз расходта басталып кететін бизнес болып саналады. Миллиондаған ақша салуыңызды қажет етпейді. Продукциялардың барлығы керемет. 45 жылдан бері қаншама адамдар уже көп результаттарын көрген. Банкротство жоқ. Және мысалы работает и без вас деп тұр,
сіз жұмыс жасай береді. Допустим, сіз үй жағыңыздан магазин ашасыз. Сосын сіз бір жаққа қонаққа баруыңыз керек, басқа қалаға баруыңыз керек. Ол кезде сіз магазинді либо біреуді попросить етесіз, или жауып кетуге мәжбүр боласыз. Ал мына жерде сіз қолыңызда телефон, интернет және мына компанияға тіркелген болсаңыз болды, сіз табыс таба бересіз. Әрі қарай. Сондықтан да бұл сізде жұмыс жасай беретін бизнес болып саналады. Егер де сіз өте жақсы жұмыс жасасаңыз, онда сізге неограниченный доход дейміз. Мынау жалпы алоэның 400-ден астам түрі бар екен. Ең бірінші алоэның көптеген шөп дәрілері бар, мысалы шөптері бар, дәрілік қасиеті бар. Солардың ішінде именно алоэның өзінің институты бар, международный. Солардың деректері бойынша жалпы алоэның 400-ден астам түрі бар екен. Қазір сіздің көз алдыңызға подоконникте өсетін алоэ келу мүмкін. Оны 1000 жылдық деп те жатамыз, Ерекшелігі ол сіздің үйіңізде өсіп тұрған алоэ болса, немесе бір жерден көрген сондай горшоктағы алоэ болса, оны ішке қабылдауға болмайды. Ол стерильді емес, сіздің денсаулығыңыз үшін зиянды әсерін беруі мүмкін. Ал осы 400 сорттың ішінен ішке қабылдауға болатын, ол Barbadensis Melleri деген сорты болып саналады алоэның. Міне сол сорты Доминикада, яғни Америкада 40 градус температурада өсіріледі. Бұл 4 жыл бойы өсірілетін сорт болып саналады. 4 жылдан кейін көріп тұрсыздар, адамдар қолдарымен жинап жатыр. Себебі әртүрлі техникалармен жинап, шаң тозаң болмас үшін, құрамын бұзбас үшін адамдар қолмен жинап шығады. Жалпы бұл алоэ өзін 4 жыл бойы өсіреді, 4 жылдан кейін гүлдейді. Содан соң бұның тамырын 25-30 метрге дейін жаяды. Құрамына барлық топырақтағы минералдарды, витаминдерді сіңіреді. Енді жалпы компания 78 жылдан бері жұмыс жасап келе жатыр. 168 елде бар. Ойлаңызшы, мысалы сіз үй жағыңыздан магазин ашатын болсаңыз, сіздің магазиніңізден келіп, заттарды алатын, ол сол домның жанындағы немесе магазинге жақын маңдағы үйлер болады, Сіз басқа адамдарға сата алмайсыз оны. Ал мына компанияға экопродуктылардан тұратын осы интернет-магазинді ашу арқылы сіздің интернет-магазиніңізден 168 елдің адамдары заказ бере алады. Получается, сізге осы 168 елдің адамдары егерде сізге әр жақтан заказ беретін болса, сізге уже жан жақтан табыс келеді деген сөз. Тіпті бұл компания көптеген ислам елдерінде жақсы жұмыс жасайтын компания болып саналады. Ең бірінші осы жерде сертификаттар жайлы айта кеткім келіп отыр. Біріншісі халал деген сертификат. Бұл сіз көріп жүрген колбасаның сыртындағы КМДБ деген халал деген белгі емес. Бұл әлем бойынша 6 түрлі ислам мемлекетінің қабылдауымен мына алоэның құрамын тексеріп, құрамында спирттік өнімдер жоқ, шошқа заттары жоқ деп барып берілген сертификат болып саналады. Әрі қарай екінші тұрған бұл кошер деген сертификат. Бұны еврейлер береді. Олар 45 түрлі зерттеу жүргізеді. Алоэға қалай өседі, топырағы қалай, ауасы қалай, суы қалай, олардың стабилизациялануы, ыдыстарға құйылуы, құятын ыдыстары бәрін тексереді. Содан кейін барып өте жақсы сапалы деген баға беріп, мынау кошер деген сертификатты береді. Егер қаласаңыз, сіз өзіңіз қабылдап жүрген нәрселерден осы сертификатты көрсеңіз болады, бар ма, жоқ па? Жоқ болса, онда сапасы жағынан уже сомнение пайда болады. Одан кейін қоянның суретін көріп тұрсыздар, Бұл деген сөз жануарларға эксперимент жүргізілмейді. Неге десеңіз, бұның құрамы табиғи нәрсе болып саналады, денсаулыққа зиян келтірмейді, сразу адам іше беруге болады. Сол себепті жануарларға зерттеу жүргізбейді. Ал егерде құрамына қандай да бір химикаттар қосылса, онда міндетті түрде жануарларға эксперимент жүргізіліп, қанша дозада артық қабылдаса, онда организмге зиян келтіреді деген нәрселерді зерттейтін еді. Ал бұл зияны болмағандықтан осындай көптеген басқа да дерматологиялық, международный сертификаттары бар. Енді алоэның жалпы мынадай 4 түрлі согы бар. Алоэның сары согы. Енді сіз ойлауыңыз мүмкін, мен бұған дейін бұны ішпей жүрдім, не үшін бұны ішуім керек, бұны ішпесем де өмір сүре аламын деп. Мүмкін. Бірақ дәл осы жерде сізге сұрақ қойғым келіп отыр. Сіздің организміңізде ең басты қызмет атқаратын қандай орган, ең маңызды орган? Осы сұрақты қойған кезде маған көп тыңдап отырған адамдар айтады, жүрек дейді, біреу өкпе деп жатады, біреу бауыр дейді.
мен айтар едім ішек деп. Неге десеңіз, барлық сіз жейтін тамақтардың барлығы бірінші асқазан ішек жолдарына түседі. Сол жерде қорытылады. Сосын асқазан ішек жолдарының жағдайына байланысты олар қан арқылы алдымен бауырға сіңіріліп, содан кейін барып үлкен қан айналым жүйесіне түсіп, сосын жүрек, өкпе, басқа да органдарға барып әсер береді. Сондықтан да мынау алоэ гельдің қасиеті осы ішектерді тазалау болып саналады. Ішектерден минералдардың, витаминдердің сіңірілуін арттыру болып саналады негізгі қызметі. Бұның құрамында 20-дан астам витаминдер бар, 12-ден астам амин қышқылы бар, және көптеген ферменттер бар. Бұлардың барлығы біздің ағзамызда күнделікті жүріп жатқан процесстер үшін тамақтың қорытылуына жеңілдік алып келетін заттар болып саналады. Енді дәл осы жерде тағы бір сұрақ болып тұр менде. Жалпы жер бетінде дені сау адам бар ма деген. Дені сау бұндай сұрақты қойым себебі өзім дәрігер болғаннан кейін мен айтар едім, 90% адамда міндетті түрде қазіргі таңда бір диагнозы бар. Тіпті жаңа туған баланың өзі определенный бір диагнозбен туылады. Олардың себебі біріншіден окружение, яғни тамақтануы, ішетін тамақтың құрамы. Қазіргі кезде барлық химикаттар өте көп. Одан кейін екіншіден ол Wi-Fi, телефон, үнемі ұстап, кішкентай балаларға дейін қазір телефон ұстап жатады. Бұлардың барлығы ауру туындататын факторларға жатады. Екіншіден ол бізде стрессті жағдайлар, стрессті жағдайлардың әсерінен организмде бөлінетін гормондардан зиянды әсер келіп, адамда әртүрлі аурулар туғызады. Үшінші ол тұқым қуалаушылық фактор. Ата-анасынан қандай да бір аурулар болса, сол балаға тұқым қуалаушылық жолмен берілуі. Мына алоэ гель осы Япония елінде 1986 жылдан бастап билік шешім қабылдаған. Мынау алоэның соғын жаңа туған балаға 7 жасқа дейінгі аралықта береді. Себебі оларда ядролық жарылыс болған, сол жарылыстан кейін ДНК уровенінде балаларда бұзылыстар, уже мутациялар пайда болған. Соны кетіру үшін клеткалық деңгейде әсер ететін осы алоэның соғын береді. Япония ақымақ халық емес, әлем бойынша ең долгожитель, ұзақ өмір сүруші халық. Сонымен қатар осындай кез келген нәрсені қабылдауда олар құрамын өте мықты зерттеп, сондай техника жағынан да алға шығып кеткен ел болып саналады. Сондықтан да олар бекерге бұл алоэның соғын жаңа туған сәбиден бастап беріп отқан жоқ деген ой келеді. Келесі тұрған ол бізде фридом деген, мынау көк түрлі ол. Кімде подагра, ревматизм, именно буын, шеміршек жүйесінде грыжа, остеохондроз бар, соларға қабылдаса болады. Құрамында хондроитин, глюкозамин деген белоктар бар. Үшінші бізде тұрған нектар деген сок, бұл мочеполовая система, яғни зәр шығару жүйесіне әсер ететін сок болып саналады. Құрамында глюкова бар, алма бар және алоэның соғы бар. Бұлар цистит, пилонефриттің алдын алуға көмекші. Үшінші тұрған ол персик, құрамында А витамині өте көп, сондықтан да әсіресе балалар жақсы көреді. Кімде іш қату бар, соларға ішсе болады, және зрениеге, жүректің жұмысын жақсартуға қажетті витаминдер бар. Енді компанияда қандай витаминдер бар, нені қалай ішу керек деген сұрақтарға келетін болсақ, мынау бізде омега-3 балалардың нерв жүйесін қалыптастыруға өте жақсы көмектеседі. Кальций, егер де ағзаға кальций жетіспейтін болса, организмде 200-ден астам ауру пайда болады. Сондықтан да кальцийдің өзінің түрлері болады. Цитратты кальций, одан кейін хелатный дейміз, жақсы сіңірілетін түрлері. Сосын карбонат кальций түрлері бар, глюконат кальций дейміз. Соның ішінде ең жақсы сіңімділігі ол осы цитратты, яғни хелатная формасы бар кальций болып саналады. Құрамында магний, цинк бар, кальций жақсы сіңірілу үшін қажетті. Одан кейін бізде натурмин, ішінде йод, яғни күнделікті ағзаға қажетті макро-микроэлементтерге бай. Мынау фокус деген бұл мидың жұмысын жақсартуға арналған зейінді арттыратын өнім болып саналады. Мынау витамин С, бұл жалпы витамин С-ға Нобель премиясын берген, себебі мынау сіңірілуі жағынан өте жақсы болып саналады. Бұрын витамин С күніне 90 мг деп айтатын еді. Соңғы зерттеулер бойынша бір тәулікте 400-500 мг витамин С қажет екен. Жалпы витамин С біздің ағзамызға сырттан түсіп отырады, өздігінен іште өндірілмейді. Сондықтан күнде қабылдауды қажет ететін витамин түрі саналады. Ол иммунитетті көтереді және темір тапшылықты, анемияның алдын алуға көмектеседі. Және мынадай зрениені жақсартуға арналған, именно қазіргі кезде осы вижнның ерекшелігі, мынау
телефондардан, компьютерден келетін сәулелерден қорғайтын құрамында қоспа бар. Сондықтан да мынау зрениені жақсарту үшін, көз ауруларының алдын алу үшін осы вижнді қабылдауға болады. Чесночный тимьян ол противопаразитарный, яғни әртүрлі паразиттерге қарсы әсер бере алады. Иммобленд құрамы D3 суточный дозировкамен жасалынған, иммунитетті көтеруге қатысады. Енді бізде мына Виталайз деген мужской и женский түрлері бар. Бұлар гормондарды реттейді, және жүктілікті жоспарлап жүрген отбасылар болатын болса, міндетті түрде қабылдау керек. Кімде болезненный менструация деп айтамыз, оларға да мына гормондарын реттеу керек болып саналады. Табиғи жолмен жасалынған, құрамы ағзаға әсер ететін әртүрлі жануарлардан алынған гормон емес, бұл табиғи шөптерден жасалынған биодобавкалар болып саналады. Муф деген суставтарға өте жақсы, және Дейли деген продукция бар. Ол витаминдер мен минералдардан тұрады. Келесі Нобель премиясын алған Арджи деген продукция бар. Мен өте қатты жақсы көремін продукцияны. Ферид Мурат деген дәрігер бар. Ол бізде Арджидің құрамында күртірістері L-аргинин деп жазылып қойған. Осы L-аргининді ойлап тапқаны үшін Нобель премиясын берген. Бұл жалпы интернеттен, Google'дан пост іздесеңіздер, L-аргинин деп, онда сіздерге шығады ол не екенін, организмге не үшін керек деген. Жалпы ол 25 жасқа дейін ағзада өндіріледі, одан кейін сырттан түсіп отыру керек. Ол тамырларға жақсы, ішінде окись азота бар, и ол бізде әрбір клетканың оттекпен қамтамасыз етілуін арттырады. Нутрокеудесит деген ол жүрекке қажетті, именно жүректің клеткаларын жасартып, жаңартып отыратын қоспа болып саналады. Енді мынау ара өнімдерінен жасалынған маточное молочко стресс, депрессия кезінде құрамында Б витамині көп болғандықтан нерв жүйесіне өте жақсы әсер етеді. Емізулі әйелдер болатын болса, оларға сүттің жақсы өндірілуіне көмекші болып саналады. Прополис. Бізде прополис бұл противовоспалительный, білесіздер, миоттың араның орнатқан миоттарын сығып алғаннан кейін оларда қатты болып прополис деген қалады. Вот сол прополис противовоспалительный эффект береді. Мынау пыльца болып саналады. Енді мынау чай жайлы айта кетейік. Бұл жаңа мен айттым 4 жылда бір рет гүлдейді деп алойы. Сол гүлінен жасалынған чай плюс құрамына 11 түрлі шөп қосылған емдік шөп. Организмге өте жақсы очистка жасайды. Сосын мынау пробиотик. Бұл пробиотик жайлы күндіз-түні айта беруге дайынмын. Себебі әлем бойынша аналогы жоқ, яғни дәл бұндай пробиотик жоқ. Себебі қазір қай пробиотикті алсаңыз да құрамында өте аз микрофлора кездеседі. Мына жерде бір капсуласында 8 миллиард микрофлора бар. 30 капсуладан тұрады. Жаңа туған балаларда ішек микрофлорасы қалыптаспай, жылап, түнмен шырқырап жатқан кезде күніне бір капсуладан берсе, кишечная микрофлораға өте жақсы көмектеседі. Жалпы пробиотикті қазіргі кезде ғалымдар терең зерттеп жатыр, оның организмге әсері өте көп. Даның ішінде зәр шығару жолдарына әсер ететін вагинальды, шырышты қабаттар, сонымен қатар іш өту кезінде ішті тоқтатуға арналған терінің микрофлорасын жақсартатын микроорганизмдер өте көп, пайдалы микроорганизмдер. Сондықтан жалпы адамның иммунитеті 80% ол кишечникті, яғни ішекте орналасқан. Пробиотик бізде ішектің жұмысын жақсартады. Енді алоэден жасалынған сонымен қатар гель кремдер бар. Бірінші мынау ең үлкенінен бастағым келіп тұр, first. Әрбір үй үшін өзінің аты айтып тұрғандай переводтасақ, бірінші деген мағынаны білдіреді. Первый помощьқа жатады. Бұл спрей ангина кезінде, күйіктер кезінде, кез келген жағдайда бірінші помощьқа келеді. Жөтел кезінде жақсы көмектеседі. Құрамында ромашка, алоэ, шалфей және басқа да 12 түрлі шөп қосылып жасалынған, емдік қасиеті өте жоғары. Активатор бұл әсіресе гайморит кезінде жақсы көмекші. Желе. Мына желе жайында айта кеткім келіп отыр. 2020 жылы сол Қызылордаға барған кезде мен бір жездем бар еді. Оларда геморрой бар еді. И геморройынан қан кетеді. Сосын оның алдында да қан кетіп жүрген, проктологқа барған, әртүрлі емдер қабылдаған, бірақ дегенмен де периодически қанай береді екен. Сонымен осы желені алып, свеча жасап, ішке жіберу арқылы 2 күнде қан тоқтатып, Аллаға шүкір қазір өте жақсы. Мына желені құрамы чисто алоэның мякоті болып саналады. Мына прополисовый крем кожаға, балаларға, көтеніне қызарып кеткен кезде жағуға болады. Противовоспалительный эффекті бар, плюс угрыға жақсы.
мынау разогревающий крем қыздырады, бел ауырған кезде, тізе ауырған кезде. Мынау МСМ гель. Бұл МСМ гель, құрамында сера бар, буындарға өте жақсы. Мынау енді личная гигиенаға арналған. Осының ішінде ерекше атап өткім келетіні, мынау паста жөнінде болады, гель, тісті жууға арналған. Мен мамам тісі қатты қанайтын. Осы гельді қолдану арқылы, Аллаға шүкір, қазір тіс қанау деген кровотечение деген десналардағы шүкір тоқтады. Жалпы десналарда кровотечение болу себебі ол егерде воспалительный процесс болатын болса, ісініп тұратын болса, және витамин С-ның жеткіліксіздігінен болады. Шүкір, қазір олардың бәрін орнын толтырып, қазір уже деснаның кровотечениесі деген нәрсе артта қалды. Мына шампуньдар, мына кондиционері, мен жолдасым всегда айтатын, маған керек емес алойың деп, бірақ басы қатты қайзаққа кеткен кезде осы шампунь мен кондиционер арқылы басы қазір тап-таза, каждый раз жуып жатқан кезде мынауың жақсы екен деп айтады. Мынау бізде сабын, дезодорант, барлығы экопродуктылар, ағзаға зиян емес. Енді мынау Infinite деген набор ерекшелігі іштен және сырттан омолаживает, яғни жасарту процесі жүреді. Іштен деп отырғанымыз, ішетін БАДы бар, коллаген, және сырттан мынау лифтинг жасайтын сыворотка болып саналады. Мынау бетті жуатын болып саналады, молочкосы. Мынау түнге қарай жағып қоясыз, крем восстанавливающий және әжімге қарсы әсерін береді. Келесі мынау Соня деген набор. 13 жастан асқан балаларға қолдануға болады. Сол жастан бастап зерттеулер бойынша бұл крем емес, гель түрінде жасалынған. Соңғы косметологтардың зерттеуі бойынша кез келген қолданылатын нәрселердің құрамы гелевая масса болса жақсы сіңіріледі екен. Құрамында бұның аптасына бір рет жасауға болатын маскасы бар, тазартқыш гель бар, одан кейін бетті жылтырататын гелі бар. Сондықтан үгірей шығатындар болса, жалпы бет күтіміне набор іздеп жүрген кісілер болатын болса, мына Соня өте жақсы. Мынау Target деген набор тоже тері күтіміне арналған. Мынау МПД. Мына нәрсенің барлығы зиян екенін білеміз, дегенмен де қолдана береміз. Неге екенін білмеймін. Тазалық жақсы көргеннен ба, жоқ әлде денсаулыққа мән бермегеннен ба, соны түсінбедім. Ал мынау МПД деген натуральный болып саналады. Жуып қолданып болғаннан кейін ағаштарға құйсаңыз да болады. Құрамы, составы өте жақсы. Одан кейін С9 деген программа бар. Бұл Clean 9. Қазақшаға аударатын болсақ, 9 күндік ағзаға тазалық жүргізу болып саналады. Организмде негізінен қазір әртүрлі тамақтану стилі дұрыс болмағаннан кейін шлак токсиндер жиналып қалады. 6 айда бір рет соған очистка жасап отырса, мынау шлак токсиннен арылумен қатар плюс 5-6 килограммға дейін салмақ тастап жатады адамдар. Мынау ФАП деген құрамы зиянсыз энергетикалық напиток болып саналады. Енді ойлаймын, сіз үшін мен көрсеткен продукциялардың ішінен ұнағаны болды. Уже сіз ойланып отырған болар, стакнаны алуға болады деп. Егер сіз алғыңыз келсе, екі түрлі выбор бар сізде. Регистрация жасап алсаңыз болады, немесе без регистрации 100% бағасымен алсаңыз болады. Сіз регистрация жасайтын болсаңыз, компания сізге 5% жеңілдік береді. Егер де мен көрсетіп өткен әрбір витаминдердің, әрбір заттың өзінің балы болады. Мысалы үшін гель алоэның согын алатын болсақ, бағанағы сарысоқ, ол 0,101 балды береді. Яғни сондай бірнеше затты алған кезде бәрінің балдарын қосқанда 2 балды береді. Сол 2 балға толтырып зат алатын болсаңыз, компания сізге өмір бойы қолдануға болатын 30% скидка береді. Сол 30% скидка арқылы сіз кез келген уақытта барып, өзіңізге қажет товарды сіз 2 балға тіркелгеніңіз үшін скидкамен ала аласыз. Жалпы регистрация бесплатно. Ешқандай сізге белгілі бір мынандай жаса деген требованиялар қоймайды. Регистрация жасағаннан кейін сразу сізге 5% скидкамен келеді әрбір зат. Егер де сіз мен 30% скидканы өмір бақиға алғым келеді, оны қалай жасаймын десеңіз, мынадай арнайы тач коробкалар бар. Ішінде 30-ға жуық сіз үшін өте қажетті деген өнімдерге толтырып қойған компания 2 балды береді. Бағасы бұрын 210 мың еді, қазір 236 мың, сізге 5% скидкамен 225 мыңға келеді. Енді мынау март айынан бастап баға тағы да көтерілді.
себебі қазір білесіздер, барлық нәрсе қымбаттап жатыр. Сондықтан да мынадай экопродуктылардың да бағасының өсуі ол жаңалық болмайды деген ойдамын. Енді егер де сіз мен просто так витаминдерді ішіп жүре бергім келмейді, мен де сен сияқты табыс тапқым келеді десеңіз, сразу 4 балға зат алыңыз. Мынадай 2 коробка аласыз. Біріншісін өзіңіз қолданасыз, екіншісін сразу уже 30% скидкамен аласыз. И сізге уже компания ассистент супервайзер деген статус береді. Бұл уже мына жерде сізде карьерный рост пайда болды. Барлық жерде де карьерный рост бар, иә. Егер де сіз 2 балға жаңағы заттарын алсаңыз, ассистент супервайзер деген статус береді да компания. Және бұл кезде егер сіз командаңызға немесе потребительдерді 2 балға өзің артыңыздан тіркесеңіз, онда компания сізге 50 000 теңге бонус береді. Әрі қарай, егер де барлық жерде де команда бар, иә, сіз өзіңіздің тұрақты потребительдеріңіз болады, тұтынушыларыңыз, солардың барлығын алатын заттарын бәрін қосқанда 2 айдың ішінде егер 25 балға оборот жасасаңыз, онда сізге компания супервайзер деген статус береді. Бұрын сізге компаниядан 30% скидка болатын болса, мына жерде сізге компания 38% скидка береді. Яғни бұл жерде сіз ертеңерде артыңыздан адам тіркейтін болсаңыз, компания сізге 33%-ін возврат қылып береді деген сөз. Осы статуста жүріп 90 000, 150 000 аралығында табыс табуға болады. Әрі қарай келесі статус бізде ассистент менеджер деп аталады. Бұл компания сізге бұл кезде бағанағы 38%-іңіздің үстіне тағы да 5% қосып 43%-ық жеңілдік береді. Одан кейін келесі статус, және осы ассистент менеджер статусында 250 000, 300 000 аралығында табыс табуға болады. Келесі статус менеджер деп аталатын статус. 2 айдың ішінде егер де командаңызбен 150 балл жасайтын болсаңыз, онда компания сізге менеджер деген статус береді. Бұл өте жақсы статус. Бұл статуста жүріп 700 000 және одан да жоғары табыс табуға болады. Менеджер статусында сіз үшін тағы да басқа доход түрлеріне жол ашылады. Жалпы кез келген жұмыс істейтін орында 2 түрлі доход түрі бар. Біріншісі ол ай сайын қалып отыратын зарплатасы, екіншісі праздниктерде болатын премия. Ал Forever компаниясында 5 түрлі доходтың түрі бар. Біріншісі, сіз 30% скидкаға шықтыңыз, 100% бағасымен сата аласыз. Яғни сіз қалтаңызда белгілі бір көлемде ақша қалады. Әрі қарай екіншісі, сіз командаңызға адам шақыратын болсаңыз, 2 балға тіркейтін болсаңыз, компания сізге сәйкесінше сіздің статусыңызға байланысты бонус береді. Үшіншісі, авторский гонорар, яғни сіз өзіңіз менеджерсіз, сіздің артыңыздан менеджер шығатын болса, онда сізге компания мынау менеджердің оборотынан 6% сізге бонус беріп отырады. Не үшін береді? Себебі сіз артыңыздан лидер тәрбиелеп шығарғаныңыз үшін. Егер де ол менеджер өзінің артынан менеджер тәрбиелеп шығатын болса, оның оборотынан сізге 3% береді. Егер оның артынан тағы бір менеджер шығатын болса, компания сізге 2% бонус беріп отырады. Бұл бонусты 90 жыл бойы береді. Ерекшелігі 4 поколение, яғни сіз өзіңіздің балаңызға, немереңізге, одан кейінгі балаңызға да сіз наследствоға осы табысты қалдырып кете аласыз. Әрі қарай автопрограмма. Бұл автопрограмма деп отқан сізге ешқандай машина подарить етпейді. Сразу айтып қояйын. Бұл жерде 3 уровені бар, яғни 3 деңгейлі автопрограмма бар. Бірінші деңгейінде ол 50 балл, 100 балл, 150 балл, 3 ай бойы кәдімгідей жүгіріп жұмыс жасайсыз. Бірінші айда 50 балл, екінші айда 100 балл, үшінші айда 150 балл жасасаңыз, 3 ай сіз жүгіріп жүріп осындай жақсы балл жасағаныңыз үшін компания сізге ай сайын 400 евродан 3 жыл бойы беріп отырады. 3 жыл бойы 200 000 теңгеден сізге табыс беріп отырады деген сөз. Егер сіз басқа уровендарын орындайын десеңіз, 3-ші уровеньда мысалы 800 евро. 3 жыл бойы сізге 400 000 теңгеден табыс беріп отырады деген сөз. Сіз ол ақшаны алып, машина аласыз ба, үй аласыз ба, ипотека жабасыз ба, өзіңіз білесіз. Әрі қарай сіз менеджерсіз. Егер сіз артыңыздан 2 менеджер шығаратын болсаңыз, компания сізге сеньор менеджер деген статус беріп, арнайы значок тағады, және ол кезде сіздің табысыңыз 800 000-нан жоғары болады. Әрі қарай сіз менеджерсіз. Егер астыңыздан 5 түрлі сондай лидер менеджер шығаратын болсаңыз, компания сізге соринг менеджер деген статус беріп, табыс көзі 1 200 000-ден жоғары қылуға болады. Және сіз егер артыңыздан 9 менеджер шығаратын болсаңыз, компания сізге сапфировый менеджер деген статус береді. Біздің сапфирлер примерно 4,5 миллионнан жоғары табыс табады. Және мынау уже
бриллиантовый сапфир деген бар. Сіздің статусыңыз өскен сайын компанияның сізге беретін бонустары да жоғарылайды. Мынау біздің компанияның негізін қалаушы Рекс Мон ақсақал болып саналады. Қасында тұрған екі кісі өте құрметті кісілер мен үшін. Себебі 2008 жылы алғаш рет Forever компаниясын Қазақстанға келіп жатқанда, осы кісілер бизнес ретінде Қазақстанда дамытқан кісілердің бірі деп айтуға болады. Ерлі-зайыпты отбасылық жұп Майра Жәлелқызы және Ермек Бұхаршин. Бұл кісілерді алғаш рет көрген кезде мен мынадай өздері юрист, мықты білімі бар кісілер, егер де осы бизнеспен ұзақ уақыт бойы 15 жылдан аса айналысып келе жатса, онда бұл шынымен де серьезный бизнес екен деген менде ой пайда болды. Және тағы бір дәлелі, бұл бизнестің өте жақсы екен. Бұл кісілердің қазір балалары да осы бизнеспен айналысады. Ешбір ата-ана егер де бизнес жаман болса, ол жерге өзінің баласын араластырмайды деп ойлаймын. Бұл жерде өздерінің барлық отбасы, туысқандары бәрі осы бизнеспен айналысып жатқаннан кейін, бұл Forever компаниясының өте жақсы екендігінің дәлелі мен үшін. Бұл Миклаш Беркич деген кісі 27 жылдан бері осы бизнеспен айналысып келеді. Бұл бизнестің өте тұрақты екендігінің дәлелі болып саналады. Және миллионер деп айтуға болады. Каждый раз бұл кісі өте жақсы результаттар береді. Және мына кісі бізде ортадағы біздің жоғарғы наставниктеріміз деп айтар едім. Атилла Гидафалви және Каталин Гидафалви деген отбасылық жұп ең бірінші Қазақстанға осы Forever бизнесін әкеліп танытқан кісілер. Бұл кісілердің ерекшелігі мынау алоэның согын продажа деңгейінде емес, бизнес деңгейінде қарастыратын үлкен система құрған. Сол система арқылы қазіргі таңда жұмыс жасап, қаншама адамдар табыс тауып, нанын жеп отыр. Мықты профессионал деп айтуға болады. Мұндай профессионалдардың командасында болу арқылы бұл кісілер 4 айда бір рет обучение жүргізіп отырады. Бизнесті қалай жүргізу керек, ол жерге барған кезде алоэны қалай сату керек деген емес, жалпы адамның мышлениесі қалай әсер етеді. Бизнесмен деген қандай болу керек, жолда қандай кедергілер кездеседі, міне сондайлардың барлығымен қалай жұмыс жасауға болады деген нәрсені үйретіп отыратын мықты миллионерлер болып саналады. Мынау және 13-я зарплата деген нәрсе бар бізде. Ол 12 ай бойы мықты жұмыс жасаған кісілерге компания президентінен арнайы бонус болады. Мысалы, бізде Майра Жәлелқызы жаңа мен көрсеттім, ол кісі $87,000 годовой бонус алып отыр. Мына кісі бізде Үкітай апа, жасы 70-тен асып кеткен. Ол кісі де мықты көрсеткіш көрсетіп, қазір өзінің компанияның президентінен бонустарын алып отыр. Бізде жас болса да өздерін басқып көрсетіп жүрген мықты тоже лидерлер болып саналады. Бұл компания сізге өзіндік жизненный стиль қалыптастырады деп басында айтқан болатынмын. Сіз неғұрлым жақсы табыс тапқан сайын жақсы нәрселерге үйір боласыз. Және оның дәлелі осы Майра Жәлелқызы, мына кісі балалары келіні болып саналады. Өздеріне салоннан осындай компания табысынан машина алды. Мынадай 13-я зарплата бар, жаңа мен көрсеткен Каталин Гидафалви және Атилла Гидафалви деген отбасылық жұп годовой $440,000 13-я зарплата алып отыр, көріп отырсыздар. Енді жалпы Forever сізге не предлагает етеді десек, 168 елден сіз өзіңіздің магазиніңізді ашып қоясыз, экопродуктыдан ашылған, автоматически просто тіркелу арқылы. Бұл деген сөз международный бизнес деген сөз. Әр айдың 10 мен 15 аралығында компания сізге зарплата түсіріп отырады, ешқашан кешіктірген емес. Халық болсын, Каспий болсын, қандай өзіңіздің реквизитіңізді бересіз, соған табысыңызды түсіреді. Жалпы Forever'дың бизнесін жүргізу туралы ойыңыз болса, сіз алғаш рет ақпаратты менен естіп отырсаңыз, онда төменге комментарий қалдырып, номер қалдырсаңыз болады. Ал егерде сізге осы ссылканы біреу жіберген болса, компанияның мүмкіндіктерімен мен арқылы сізге таныстырғысы келсе, онда сол кісіге хабарласып, жалпы сұрақтарыңыз болса, Forever компаниясы жайлы қосымша сұрақтарыңызға жауап алсаңыз болады. Бүгінге айтарым осы. Егер сұрақтарыңыз болса, комментарий қалдырасыздар. Сау болыңыздар.